Hayırlı таң, құрметті достар. Таң сағат 7-тен 14 сәуір 2025 жыл. Бүгін Алматыда жаңбыр, таң ата жауған жаңбыр сәл толастап тұр. Ауада бір салқын леп бар жаңбырдан соң. Жаныңды сергітеді. Мүмкін сіздің жаныңызды, кеудеңіздің терең түкпірінде де өз жаңбырын күткен бір аңызғақ дала бар шығар. Соны табуға құлшынуыңыз керек. Егер соны тауып, соның шөлін қандырсаңыз, сіздің алға басуыңыз тіпті де күшті болмақшысы. Адамның өзінің таңдаған жолын мейлі жаңбыр, мейлі қар, мейлі дауыл болсын, әрі қарай жалғастыруға тиіс. Өзінің қолында билік қуаты, байлық қуаты жоқ адамның жеңілетін бірақ нәрсесі бар екен. Ол болса өзімен күрес, өзіңнің жалқаулығыңмен күрес. Өзіңнің дұрыс деп тапқан жолыңды еңбектеп болса да басып өтуге тиіссің. Мен осы таңдаған жолымды қаншылық жалғастыратынымды білмеймін, бірақ жалғастыра берем деген бір үлкен күш жігерім бар. Оның барлығы сіздердің қолдап қуаттауларыңыздың арқасы деп білеміз. Біз бірлікте осы жолдарда басып өтетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Өз ғұмырыңыздың ғажайыптарын жарату сіздің қолыңызда. Жаздың, көктемнің жұпар жаңбырындай жаныңызға жақсылық себелей берсін. Тек қана алға.